Парламент мәжілістің жалпы отырысында Каспий теңізін қорғау жөнінде заң жобасы мақұлданды. Каспий теңізінде көмірсутек шикізатының ірі қорларының болуы су айдынының экологиясы мен биоресурстарын сақтау туралы мәселені өзектендіреді. Хаттаманың негізгі мақсаты Каспий теңізінің экологиялық таза теңіз ортасына қол жеткізу және сол қалпында ұстау үшін жерүсті көздерінен әрі құрлықта жүзеге асырылатын қызметтер нәтижесінде теңіз ортасының ластануын болдырмау, бәсеңдету, бақылау және барынша мүмкін болатын аппараттарды жою, деді Қазақстан Республикасының экология, геология және табиғи ресурстар министрі Серікқали Брекешев. Хаттама бойынша теңіз ортасына әсер етуі мүмкін қызмет түрлерінің тізбесі айқындалған. Конвенцияға сәйкес тараптар өздерінің ұлттық заңнамасы бойынша қоршаған ортаға әсерін қоса алғанда Каспий теңізінің теңіз ортасын және жағалау маңындағы аудандарын ластанудан қорғау үшін қажетті іс-шараларға жергілікті билік органдары мен жұртшылықтың қатысуына ықпал етеді. Сондай-ақ әрбір тарап қоғамның Каспий теңізінің теңіз ортасы мен жағалау маңындағы аудандарының жай-күйі туралы ақпаратқа қол жеткізуін жеңілдетеді. Хаттама мүдделі органдармен ескертулерсіз келісілді. Теріс әлеуметтік-экономикалық салдарға әкеп соқтырмайды, деді министр. Депутаты Мажилиса одобрили ратификацию протокола по защите Каспийского моря от загрязнения из наземных источников и в результате осуществляемой на суше деятельности. Существующая конвенция была принята в 2003 году. Протокол направлен на использование новых технологий, получение доступа к ним и передачи при осуществлении хоздеятельности на акватории моря или в его прибрежной зоне. Создание и ведение базы данных о физических, биологических, химических характеристиках морской среды и прибрежных районов. Проведение регулярной оценки состояния морской среды и оценки уровня загрязнения моря вдоль его береговой линии. Стоит отметить, что в рамках международного документа прикаспийскими государствами осуществляется регулирование деятельности, оказывающей негативное воздействие на охраняемые виды и места обитания, контроль и запрет на отлов охраняемых видов флоры и фауны. Не допускается и нанесение биологического стресса обитателям водоема.